ана байғұс кемпір тағы да келе жатыр. Қайтсын-ай, немерелерін көру үшін қаланың ана шетінен жаяу келеді. Басқа балалары жоқ ма? Сәрсен жалғыз ұлы, Мерал жалғызы. Құдай басқа бермесін деңдер. Құлыншақтарым сол. Сағындым ғой. О, амансыз ба? Сәлемет. Қашан келдіңіз? Қайдан жүрсіз? Жаңа ғана келдім. Бүгін әлгі Зылиқа кемпірдің 40-ын берді ғой. Сол үйден келе жатырмын. Әлгі кіші келін қойар да қоймай ана дорбамды ет, кәмпит бәріне толтырып берді. Содан ана кәмпитті Зылиқа кемпірдің жасын берсін деп ырымдап, мына екеуіне алып келгенім ғой. Мен мына жерде сәл дамылдайын да сосын қайтам ғой. Үйге кірмейсіз бе? Әже, үйге кіріңізші. Кіріңіз, апа. Бүгін Майраның мамасының қайтқан күн екен. Соған шелпек пісіріп, Құран оқытайық деп едік. Молданы күтіп отырмыз, қазір келіп қалар. Кіріңіз. Не болды, айғалап? Амансыз ба? Ниетің қабыл болсын, қарағым. Рахмет. Әке, әйеліміз неғып бізбен бірге тұрмайды? Шайыңды іш, балам. Әже, неге бізбен тұрмайсыз? Ахмет, Димаш, олар бірге әжесімен тұрады ғой? Қызым, әжеңнің өз үйі бар. Иә. Шелпегіңде келсінші. Құран оқылған жоқ қой, қалай жейміз? Құран оқылмаса жеуге болмайды деп кім айтты? Болмайды. Әкелсеңші енді. Сәрсен! Әкелесің бе жоқ па? Қайдан ғана кіре қойып едім. Мына балапандар етегіне жармасып қойбақ болсын кірген. Ошыстаңдар. Балалар шошыстаңдар. Ey Allah Teala, осы оқыған Құран кәрімде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллаху акбар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ақсақал. Осы Құран бағыштамайды. Шелпекті жеуге болмай ма? Неге болмас? Біреулер майы шықпаған үйге аруақ келмейді екен. Егер Құран оқылған шелпекті ұрпақтары жесе, соны аруақтарда сонымен тамақтанады екен деп жүр ғой. Жайсыз. Шелпек пісіру ол біздің салтымыз ғой, бірақ. Кез келген адам үшін де ананың орны бөлек қой. Сонау заманда бір сахабаның дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттана алмай қиналып, кәлимаға тілі келмей жатады ғой. Бұны пайғамбарымыз естіп келген кезде бірден анасын шақыртады. Шақыртып, балаңыз қандай еді дейді. Сөйтсе анасы, балам 5 уақыт намазын қаза қылмай оқушы еді, оразасын ұстаушы еді, зекет бітірін беруші еді уақытымен деп шұбырта жөнелгенде пайғамбарымыз тоқтатып, сіздің балаңыз сізді ренжіткен күні болды ма депті. Сөйтсе ана байғұс шынын айтып, ондай күндері болып еді депті. Содан пайғамбарымыз, онда отын әкеліп, от жағыңдар. Мына кісінің баласын өртейміз дейді ғой. Сол кезде ана байғұс шашыр етіп, кештім оны.
кешірдім дей бергенде манаға байғұс баланың тілі Калимаға келіп, жан тапсырып жүре берді. Егер анаңыз разы болмаса, сіздің оқыған Құраныңыз, тұтаған оразаңыз, тіпті жыл сайын Меккеге барыңыз, бәрі бос, зая деген сөз. Ер адам анасы разы болмай, ал әйел күйеуі разы болмай, жұмаққа кірмейді. Міне көрдіңіз бе? Жұмақ ананың табанының астында деп бекер айтылмаған. Мұның бәрін мен неге айтып отыр дейсіңдер ғой. Осы жаңа, осы сендердің үйлерге жете берген бұрылыста алдымнан бір кейуана қарсы шықты. Әлгі кейуананы көргенде бұдан бір құдая бір 40 жылғы бір уақиға есіме түсіп кетпесі бар ма? Ал енді сол жылы қыс қатты болып, қар деген сондық қалың түсті, қатынас жоқ, жабылып қалды. Күндердің күні әлдеқандай бір шұғыл шаруа болып қалып, жолға шығуы тура келді. Күн дегенің боран алдымыздан ағыстан бірдеңе қарайып көрінеді. Содан жақындап барып көргенімізде әлгі қарайғанымыз баласын шанаға салып алып сүйреткен әйел. Хош, содан не? Әлгі әйел баласының ыстығы көтеріліп, ауырған соң есі шығып, нар тәуекелдеп, шанамен жаяудап шығып кеткен екен. Құданың құдіреті, бейнетті көрмейміз. Соны әлгі әйел аяғын тайып жығылып, құлап, жіншігін сындырып алады. Соның орнында болсақ, басқамыз сол аяғымызды сүйретіп, не кері қайтар еді, не болмаса сол жерде қозғала алмай жатып қалар ма кімбісін. Ал әлгі әйел болса, балам ыстығы көтеріліп, өліп кетеді деп ойлап, сынған аяғына қарамай, 20 шақырымдай жерді ит қорлықпен басып өтіп, бізге кездескен бет екен ғой. Аяғы күп боп ісіп біткен байғұс бізді көріп талғысып кетті. Не керек, барлығымыз улап-шулап, кері қайтып, әлгілерді бәлімізге тапсырдық қой. Балам, ананың баласы үшін жанып тұрған отқа түсуге дайын екен, мен міне сонда көрдім. Бұл оқиғаны кейін журналшылар қазетке де жазды ғой. Ондай аналарға алтыннан ескерткіш қою керек қой. Дұрыс айтасың, қарағым. Осы күнге дейін сол оқиға есімнен еш кетпей қойды. Ана әйелдің тағдыры қалай болды екен? Баласы қандай азамат болды екен? Өздерін бір көрерметтеп жүруші едім ғой. Сонда жаңғаны алдымдан өте шықпасы бар ма? Жазбай таныдым. Абла. Абла, кешірші. Кешірші. Абла, кешірші. Абла.
Бәлкім бағым, бәлкім сорым бар, қалың ойдың қалдым соңында. Құлыным, есіңді жи, сәрсен. Сәрсен. Ботам. Құлыным. Кешірш мен, апа. Құлыным. Кешірш мен. Құлыным. Кешірш мен, апа. Кешірш мен, апа.